Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге көктемде қандай витаминдер ішу керек, сол туралы айтамын. Біздің каналды 90% көрермендер каналға тіркелмей көреді. Сондықтан каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыз. Әрине, көктем кезінде көп адамдарда шаршау, әлсіздік, энергия, көңіл күйдің болмауы, ұйқышылдық, шаштың түсуі белгілері болады. Сондықтан ағзадағы витаминдер дефицитін толтыру керек. Себебі витаминдер дефициті организмдегі әртүрлі ауруларға алып келеді. Біріншісі витамин D3. Организмдегі көптеген процестерге қатысады. Иммунитетті нығайтады, қабынуға қарсы әсер етеді, көмірсулар алмасуына қатысады, клеткалардың бөлінуін, кальций алмасуын реттейді. Нерв жүйесі үшін, яғни депрессияға қарсы медиаторлар дофамин, серотонин өндірілу үшін қажет. Витамин D3 қабылдағанда магний және К2 витаминін бірге ішуді ұмытпаңыз. Витамин D3-ті таңғы уақытта майлы тағамдармен бірге қабылдау керек. Профилактикалық дозасы 2000, ал дефицит кезінде 5000, 10000 халықаралық бірлік тағайындалынады. Егер үлкен доза қабылдайтын болсаңыз, әрине К2 мен бірге қабылдаңыз, себебі бүйректе тас жиналу қаупі жоғары болады. Асқазан ішек аурулары, бүйрек аурулары болса, липосомальды витамин D3-ті қабылдаған дұрыс. Витамин D3 дефицитіне алып келетін себептер: өт қоюлану, холестаз, семіздік, дұрыс тамақтанбау, фастфуд жиі қолдану, жіңішке ішек, қалқанша без, өт тас аурулары, ұйқының қанбауы, стресс жағдайларында витамин D сіңірілуі төмендейді. Витамин D3 майда сіңірілетін витамин. Сондықтан витамин D3 қабылдағанда өттің бөлінуін жақсарту керек. Екіншісі магний. Ол минералдар патшасы. Организмде 350 химиялық процестерге қатысады. Энергия түзілу үшін өте маңызды. Стресс кезінде көп жұмсалады. Сондықтан балалар мен ересектерге профилактикалық дозада ұсынылады. Магнийдің хелат түрлері глицинат, цитрат, таурат, малат түрлері сіңімділігі жақсы. Үшінші витамин С. Ол клеткаларды бос радикалдар және токсиндер, ауыр металдардан қорғайды, иммунитетті нығайтады, қан түзу процестерін реттейді. Сүйек, шеміршек, тіндерге қажет коллаген синтезіне қатысады. Қандағы мочевой кислота деңгейін төмендетіп, өттің реологиясы, яғни бөлінуін жақсартады. Өт қабында холестериндік тастарды ертеді, темір сіңірілуін жақсартады. Көктем кезінде жиі вирусты аурулармен ауыру көп кездеседі. Сондықтан витамин С қабылдауды ұмытпаңыз. Иммунитетке әсер ететін тағы бір микроэлемент цинк болып табылады. Ол организмде иммунды жүйеге, қатерлі ісікке қарсы әсер етеді. Жасушалық иммунитет жұмысына әсер етеді. Лимфоциттерді бұзылуынан қорғайды. Гамма-интерферон жоғарылауына әсер етеді. Ең тиімді доза тәулігіне 15-30 мг. Цинктің цитрат, лактат, глюконат, пикалинат, карнозин түрлері сіңімділігі өте жақсы. Омега-3 организмдегі қабынуды төмендетеді және жүрек тамыр жұмысын жақсартады. Анализ тапсырып, витаминдер қабылдауды ұмытпаңыздар. Күнделікті таза ауада серуендеуді және жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Егер организмде дефицит болса, қандай дәрілерді ішуді білмесеңіз, онлайн консультацияға